Алдын ала жоспарлау. Пілді қалай жеу керектігі туралы ежелгі әзілді естіген шығарсыз. Жауабы бөлшектеп қана. Өте үлкен әрі сүйкімсіз құрбақаны қалай жеуге болады? Оны да дәл осылай бірнеше бөлікке бөліп, алғашқысынан бастап қылғыта беріңіз. Сізге шешім қабылдай алмауды жеңуге және өнімділікті арттыруға көмектесетін қуатты құрал бар. Ол санаңызбен сіздің ойлау, жоспарлау және шешім шығару қабілетіңіз. Өміріңіздің қай бағытқа бет алғандығын сіздің мақсат қою, жоспар құру және соған сәйкес әрекет ету қабілеттігіңізге байланысты. Жоспарлауды шынайы түрде жүргізу шығармашылық белсенділікке әкеліп, физикалық және психологиялық күйіңізге күнделікті қысымнан босатады. Олег Макнедидің айтқандай, ақылға салып ойланбаған әрекет проблеманың қайнар көзі. Жоспар құра білу сіздің жалпы құзыреттілігіңіздің көрсеткіші. Оны қаншалықты жақсы болса, құрбақаны жеу де соғұрлым оңайға түспек. Яғни дұрыс жоспар қашанда істі қисыннан бастамайтын әдетімізді жеңуге көмектеседі. Жұмсалған күштің максималды қайтарымы. Жұмыстағы негізгі мақсаттардың бірі жұмсалған ақыл-ой, физикалық және психологиялық күштердің максималды қайтарымы. Жоспарлауға кеткен әрбір минут сіздің жұмыс жасауға кететін 10 минутыңызды үнемдейтін есіңізде болсын. Күнді дұрыс ұйымдастыру үшін бар жоғы 10-12 минут қажет. Мұндай аз уақыт сіздің 2 сағатқа дейін, тіпті одан да көп уақытыңызды үнемдей алады. Тиімді ұйымдастырылған іс-әрекеттің қаншалықты оң нәтиже беретінін ойлап көрдіңіз бе? Мені осы қарапайым ережені көп адамдардың қолданбайтындығы қайран қалдырады. Шындығына келгенде жоспарлау ең оңай іс. Қағаз бен қалам ғана қажет етеді. Өзіміз білетін күнтізбе, кітапшалар мен бағдарламалар да осы әдіске сүйеніп жасалған. Кез келген істі бастамас бұрын асықпай отырып тізімді қарастырыңыз. Қосымша 2 сағат. Үнемі жоспар бойынша жұмыс жасаңыз. Кейін пайда болған кейбір идеяларды да тапсырмаларға қосуға болады. Осы ережені беріп ұстансаңыз, жұмысыңыздың тиімділігі алғашқы күннен бастап 25%-ға немесе одан да көбірек артады. Күнде кешкісін келер күнге жоспарлаңыз. Алдымен бүгін орындамай қалған істі қосыңыз. Одан кейін жаңа ертеңгі күннің жоспарын жасаңыз. Алдын ала тізім жасап қойсаңыз, сол бойынша санаңыз ұйқы барысында да түнде де жұмыс істейді. Көп ұзамай керемет жаңа идеялармен ояна бастайсыз. Бұл сізге жұмысты бұрынғыдан да тез әрі жақсырақ орындауға көмектеседі. Алдын ала жоспарлау мен ұтымды нәтижеге жұмсалған уақыт мөлшерінің арасында айқын байланыс бар. Әр мақсатқа жаңа тізім. Әр түрлі мақсаттар үшін әртүрлі тізімдер қажет. Біріншіден, барлық қалауларыңыз жазылған ең негізгі тізім қажет. Одан кейін кез келген идеялар, алдына қойған жаңа міндеттер, кішігірім міндеттер түгел қамтылады. Бұлардан кейін реттеуге де болады. Екінші, сізге өткен айдың соңында толтырылған осы айдың тізімі болуы шарт. Ол негізгі тізімнің кейбір пункттерін қамтуы мүмкін. Үшінші, апта басталмай тұрып жасалған барлық күндерге арналған тізім керек. Апта бойы тізім қайта қаралып түзетіледі. Жұмыс уақытында осылай жүйелі жоспарлау ең алдымен өзі тәрбиелеуді қалыптастырады. Бұл сіздің мақсатыңыз үшін тиімді. Әр аптаның соңына келесі аптада ұйымдастыратын 2 сағатын белгілегендер жұмыс өнімділігі артатыны жиі естиміз. Бұған қоса өз өмірін түбегейлі өзгерте алатындар да бар. Бұл әдістің сізге де пайдалы екеніне күмәніңіз болмасын. Төртіншіден, келесі күннің тізімін күнделікті жоспарлап отыру. Оған
айға және аптаға деп құрған жоспарыңыздың пункттерін енгізіп отырыңыз. Орындалған тапсырмалар тұсына белгі қойып отырыңыз. Жетістіктерді осындай айқын көрінісі сізді ынталандырып, күш-қуатыңызды еселеп, жағымды әсер қалдырады. Өзіңізді бағалауыңыз бірден жоғарылайды. Тұрақты және ең бастысы бақылаудағы әрекет күмәнді сейілтіп, нәтижеге жетуді жылдамдатады. Жобаны жоспарлау. Кез келген жоба бастан аяқ орындалуы тиіс қадамдардың толық тізімін түзуді қажет етеді. Осыдан соң қадамдардың орындалу басымдылығына сәйкес орналастыру керек. Назардан тыс қалмас үшін барлық тапсырмаларды бір параққа сыйдырған дұрыс. Енді белгіленген реттілікпен бірінен соң бірін орындауға кірісіңіз. Осындай жоспардың арқасында көп істі тындыруға болатынына көргенде таң қаласыз. Алдын ала дайындалған жоспармен жүру арқылы өз қабілетіңіздің күшін сезінесіз. Өміріңізді басқарудан ләззат ала бастайсыз. Барлығын одан сайын жақсартуға деген талпыныс пайда болады. Осындай ақыл-ой және шығармашылық әлеуетіңізді арттыруға деген ерекше ынтамен жаңа ойлар жұмысты тезірек орындауға әкелері сөзсіз. Жоспар бойынша әрекет ете отырып, кезіккен қиындықтарды бой алдырмай, күні бойы күш беретін позитивті энергияның дәмін татасыз. Жеке жұмыс жасауға онда 90 ережесін білген маңызды. Уақыттың алғашқы 10%-ын алғашқы жұмысты жоспарлау мен ұйымдастыруға жіберіңіз. Осылайша жұмысты жасауға кететін уақытты 90% үнемделеді. Бұл тұжырымның дұрыстығын өзіңіз тексеріп көрсеңіз болады. Күн сайын алдын ала жоспар құра бастағанда дереу іске кірісіп, оны соңына дейін жеткізу әлдеқайда оңай екеніне көз жеткізесіз. Ісіңіз алға басып, өзіңіз